Бүгінгі өтетін сабағымыз ол әдәбіл әх ма'a ихвати. Жалпы адамның бауырдың өзінің бауырлас ағайын туған туысқандарымен қарым-қатынасы жайын өтетін болсақ, әл-ихва самаратул валидейн. Жалпы ағайын, бір отбасыдан шыққан ағайын, ол ата-ананың жемістері, ата-ананың әкелген жемісі. Вахум ақрабул архам, ол туыстардың ішіндегі ең жақыны. Ва алсақухум бил нафс, және де адамның жүрегіне ең жақын, жан дүниесіне бір-бірінен жабысып қалатындай деңгейде болатын адамдар дейді. Ва ахаббухум илал қалб, жүрекке ең сүйкімді адамы дейді. Ва хумул лазина яхди ма'ахумул инсан. Бұлар дейді, ол адамдармен бірге адам бүкіл өмірін сүреді. Сондай адамдар да ол ағайын деген. Мысалы, сіздің ағайындарыңыз болса, сіз онымен өмірдің баршасын сонымен өтесіз. Балалық шақтан бастап, жетіліп өскенге дейінгі аралықта, сонымен қатар мына пәк таза күйде кезінде, қабырғалас болып, бір үйде, бір мектепте, тамақ үстінде, сусын ішіп жатқан кезде, түн ортасында, күндіздің уағында, барлығында сіз бірге боласыз. Сондай адамдар дейді, ағайын деген сондай адам. Және де ولذلك أمر الله تعالى بالوفاء إليهم. Және де Аллах Субхана Тағала сондықтан оларға адал болуға бұйырғанда Аллахта Құранда. Және де олармен байланысты жалғауға, қарым-қатынасты үзбеуге, және де оларға жақсылық жасауға бұйырған. Және де онымен қарым-қатынасты үзіп тастаудан, оларға зиян келтіруден, және де оларға деген махаббат, сүйіспеншілікті ұмытып қоюдан Алла Тағала тыйым салған. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ол жайында былай айтады: Инналлаха та'ала халақал халқа хатта иза фарага минхум қаматир рахим. Алла Субхана Тағала бүкіл жаратылысты жаратып болғаннан кейін туыстық байланыс, Алла Тағала былай деп айтады екен, туыстық байланыстың өзі айтады екен Алла Тағала. Не дейді? Хаза мақамул аизи бика минал қати'a. Бұл жаңағындай үзіліп қалудан, қарым-қатынасты үзуден өзіңе сыйынатын адамның мақамы, соның орны, соның деңгейі деп айтады екен. Енді өзін айтып отыр да, силатур рахим, яғни байланыс, қарым-қатынасты, туған-туысқандық қарым-қатынасты жалғау, ол сол туған-туысқандық қарым-қатынасты үзіп тастаудан қорқып Аллах Тағала сыйынатын адамның мақамы дейді, соның деңгейі деп отыр. Сонда Аллах Субхана Тағала иә деп жауап береді дейді. Ама тардина ән әсилә мин васалак, мән васалак, ва ақтау мән қатаак. Сонда Алла Субхана Тағала не дейді жаңағы туыстық қарым-қатынасқа? Сен разысың ба дейді. Сенімен байланысты құрған адаммен мен де байланысты құрамын. Сенімен қарым-қатынасты үзген адаммен мен де қарым-қатынасты үземін дейді. Соған разысың ба дегенде, қалат бәлә, әрине деп айтады. Қала, сонда Алла Субхана Тағала фазалика лак. Міне осы нәрсе саған тиесілі деп айтқан екен да. Сумма қала Расулулла саллаллаху алейхи вассалам, кейін пайғамбар былай айтады: Иқрау ин ши'тум. Қаласаңдар мына бір аятты оқыңдар дейді. Фахал асайтум ин таваллайтум ан туфсиду фил арди ва туқатти'у архамакум дейді. Аят жалпы мұнафиқтарға айтылған аят. Сендер дейді, егер Алла Тағаладан бет бұрып алыстап кететін болсаңдар, жер бетінде бұзғылшылық жасап, туған-туысқандық қарым-қатынасты үзуді қалайсыңдар ма дейді. Улаикаллазина ла'анахумуллах фаасаммахум ва а'ма абсарахум дейді. Міне солар дейді, Алла Тағала оларды лағнет еткен, және де Алла Тағала олардың құлақтарын керең қылып, көздерін соқыр қылған дейді. Бұл Мұхаммад сүресінде келеді. Жалпы бұл хадис муттафақун алейх. Бұхари Муслимде келген. Енді жалпы енді осы туған-туысқандық қарым-қатынасқа ағайындардың арасындағы мәмілеге қатысты ислам әдептерін тұтатын болсақ, жиынтығына. Бірінші, ихтирамул ихва ал-кибар ва тауқирухум. Жалпы үлкен ағаларды құрметтеу. Үлкен ағаларды құрметтеу, оларға жаңағындай құрмет көрсету. Және де вал атфу аля сигари мa'ар рахмати вал инаяти вал ханан дейді. Және де кішкентайларға ізет көрсету, оларға мейірімділік таныту, оларды қолғабыс таныту, оларға қарайласу. Міне ол пайғамбарымыздан келген сүннет. Енді оған қатысты пайғамбарымыздың хадис бар. Анас радиаллаху анхудан жеткізіледі. Лейса минна ман лам ярхам сагирана ва юаққир кабирана деп айтқан.
пайғамбарымыздың хадисі бар, Тирмизиде келген риуаят. Жаңағындай кішкентайларға мейірімділік көрсетпеген, үлкендерді құрмет жасамаған адам бізден емес деген пайғамбарымыз. Енді екінші әдеп осыған қатысты муамалатул ихвати умуман бил атфи вар риққати вал лини вал лабақати вал ихсан дейді. Жалпы ағайын туған туысқандармен, туған ағайындармен жалпылай мейірімділікпен, жұмсақтықпен, сосын жаңағындай жарқын жүзбен әрі жақсылық жасаумен мәміле жасау керек дейді. Міндетті түрде сол мәміле солай ғана болады да. Оған қатысты Омар радиаллаху анху айтады: "Инни ахаббу аякуна ар-раджулу фи ахлихи кас-саби." Қарашы, Омар радиаллаху анху не деп жатыр? Мен дейді бір адамның өз үй бала шағасында сәби сияқты болғанын қалаймын дейді. Ва иза хтижа илайхи кана раджулан дейді. Ал егер оған қажеттілік туындайтын болса, ол еркек болады дейді. Ал былай үйде жүрген кезде сен момақан болуың керек қой. Ағайын туысқан қасында сен имам болғаның, сен ұстаз болғаның керек жоқ. Немесе сен бір жерде әкім болғаның, сен үйге келдің ба, ағайын туғанның қасында сен кәдімгідей братчика болуың керек, братанға братан болуың деген сияқты ғой. Өз орынды біліп жүру керек та өзде. Мен ана басқарған, мен анау компанияның директорымын деген сияқты әңгіме жүрмейді үйдің ішінде. Соны айтып жатыр. Бірақ қажеттілік туа ма? Өз қажет туған кезде еркектігіңді көрсет дейді да, ерлігіңді. Бұл Омар радиаллаху анхудың сөзі. Енді соған қатысты тағы да үшінші әдеп илтизаму хуснил хулуқ фи муашаратил ихва. Туған туысқандық ағайындармен байланыста көркем мінез ұстану дейді. Көркем мінез ұстану. Ва тахалли бит тавадду ва хафтил жанах вал исари вал хидмати вал махаббати ва таауни ва инкари зат дейді. Сонымен қатар қарапайымдылықпен, өзін жаңағындай мейірім қанатын төмен қарай жайып, жаңағындай альтруизм дейміз ғой, альтруизм, өзінің ғана қамын ойламай, басқалардың қам қарекеттерін өзіңнің мұқтаждығынан жоғары қою, біреудің мұқтаждығын. Міне осы нәрселерді жасау, осы нәрселермен безену керек мұсылман адам. Қызмет жасаумен ағайындарға, оларға махаббат және де олармен жақсы мәміле құрудан, сонымен қатар безатил инкар зат дейді ғой, анания, эгоизмнен аулақ болу керек, менменшілдіктен. Міне осы нәрсе. Оған қатысты Айша радиаллаху анхадан келеді, пайғамбарымыз не дейді? Хойрукум ли ахлихи ва ана хойрукум ли ахли деп айтқан хадис бар. Тирмизиден келген риуаят. Сендердің ішіндегі ең жақсыларың дейді, ол отбасыларыңа жақсы болғандар дейді. Отбасы деген өзі тек қана әйел бала шаға емес, ағайын туған туысқандармен, өзіңнің туған ағайындарыңмен. Мен дейді өз отбасыма сендердің ішіндегі ең жақсы мәміле жасайтын адаммын дейді пайғамбарымыз. Келесі әдеп ал-иптидау биссалами алейхим инда духули алейхим дейді. Жалпы сол ағайындарға кірген кезде, олардың үйлеріне кірген кезде, алдарына келген кезде сәлеммен бастау. Жалпы бірінші ағайын туған туысқандармен бірінші сәлеммен бастау. Мусафахатухум және олармен қол алысу дейді. Вал башашати фи вужухихим, жүздеріне жымиып, жарқын жүзбен қарау. Оған қатысты Аби Зар радиаллаху анху, Абу Зар радиаллаху анхудан келеді. Қала ли Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллам. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам маған былай деп айтты дейді Абу Зар радиаллаху анху. Ла тахқиранна минал ма'руфи шай'ан валау ан талқия ахака бивajhin талиқин дейді. Сен дейді бауырыңмен жарқын жүзбен бауырыңмен кездессең де, кездескен болсаң да, сондай бір кішкентай ғана бір амалды, кішкентай ғана бір ізгі амалды болмашы көрме деп жатыр да пайғамбарымыз. Яғни біреумен жаңағыдай бауырыңмен жарқын жүзбен қараған болсаң да, сондай деңгейдегі бір кішкентай амал болса да, бірақ соны немқұрайлы қарама дейді сондай амалға. Бұл енді Муслимнен келген риуаят. Мураату шуурил ихва биадамил фарах амама хазин дейді. Ва адамил аклим амама саим. Енді бауырларының, ағайындарының эмоцияларына көңіл бөлу, яғни сезімдеріне көңіл бөлу. Мысалы, олар қайғырып тұрған кезде сен қуанып тұрмауың, ол ораза ұстаған болса, оның алдында тамақ жеп тұрмауың. Ва адам сахби амама наим. Мысалы, ұйықтап жатқан болса, оның алдында шуламау деген сияқты. Осы нәрселерге мән беру керек. Махаббатул хойри лахум.
және де оларға бір жақсылық жасауға қалап тұруымыз керек. Жақсылық жасауға әрқашанда, ізгілік жасауға. Және де сол нәрсені, сол жақсылықты оларға жеткізуге әрекет қылу керек. Осыған қатысты عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس رضي الله عنه келген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деп айтады: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. Адам, сендердің ішіндегі еш қайсыларын дейді, ешбірлерің толық иман келтірген болып есептелмейсіңдер дейді, өзіңе қалаған нәрселеріңді бауырларыңа қаламайынша. Сондықтан да бұл жерде бауыр сол туған ағайын бауырласыңа да қатысты айтылған екен. Әш-шүкру аля ма'руфихим бa'да мукафаатихим алейхи би ахсана минху. Яғни олардың жасаған ізгіліктеріне рахмет айту, және де оларға жасаған ізгіліктеріне екі есе одан да жақсырақ қылып марапаттау дейді. Сонымен қатар келесі әдеп әл-ихтимаму бишуунихим, олардың істерімен, олардың проблемаларына көңіл бөлу. Олар не нәрсе алаңдатып жүр, не нәрселермен олар шұғылданып жүр, сол нәрсеге көңіл бөлу дейді. Ва таарруфу иля ахвалихим, және де олардың хал ахвалдарына, хал жағдайларына танысу, хабардар болу. Ва тафаққуди хажатихим, олардың және де қажеттіліктерін іздеу. Не қажет оларға, не нәрсе жетіспей жатыр, сол нәрселерге мән беру, тіпті ол көрінбесе де іздестіру дейді ғой, іздестіру. Вал амалу аля мусаадати ман ястати'у мусаадатихи фи хажатин ау дирасатин ау малин. Мысалы қажеттілікпен оқуда жүрген болса, мал дүниеге қатысты қажеттілік болса, немесе дүниелік бір мәселелерде қажеттіліктер болса, сондай адамдарға жәрдем беруге тырысу. Мал жағынан көмектесу керек, оқып жатқан болса, оқу жағынан көмектесу керек деген сияқты. Енді сонымен қатар тағы да әдеп ағайындарға қатысты. Бәзіл насихати лахум дейді. Оларға насихат айта білу. Насихатқа бәріміз мұқтажбыз ғой. Ва даъватухум илал хайри бил хикма. Оларға жақсылыққа, оларды хикметпен, даналықпен шақыру дейді. Вал мауизатил хасана, көркем уағызбен. Көркем уағыз дегеніміз не? Көркем уағыз деген ғалымдарымыз айтады, оның ішінде жәннетпен сүйшіленген болу керек, және тозақпен қорқытқан болу керек ішінде. Және де арасында оларды қайғыртып, және де күлдіртетін болсаңыз, міне сіздің жақсы уағыз. Мысалы, қазір интернетте кейбір күшті керемет уағызшылар жүр ғой. Мысалы, олардың бәрін осы нәрселермен қамтылған болса ғана, негізінде нағыз көркем уағызшы болып есептеледі. Көркем уағыз осылай айтылады, Құранда айтылғандай. Сондықтан да осындай көркем уағызбен насихаттай білу. Сол мысалы ағаңнан, бауырыңнан, ағайыннан осы қасиеттер табылмаса не істеу болады? Өзіңе деген мысалы. Сен біліп тұрсың бәрі, қалай қарым-қатынас жасау. Ал сенің ағайының немесе ағаң, бауырың ондай неден мүлде алыс болса. Алыс болса, сол жаңағыда айтып тұрғанда көркем уағызбен жеткізуіміз керек қой енді. Ол түсінбесе де жәрдем бермей, саған наоборот керісінше істеп тұрсың. жоқ, қарым-қатынас үзбеу керек бәрібір. Оларға жақсы жасай беру керек қой. Үзген адаммен байланыс үзбеу керек, керісінше жалғау керек. Сондай да. Ол міндетті түрде. Мысалы, сіз басқа бауырмен, сырттағы бауырмен сізбен қарым-қатынас үзетін болса, сонымен үзе саласыз, проблем жоқ. Ол жай. Бірақ ағайынмен, туған ағайынмен келген кезде, ол қарым-қатынас үзіп жатса да, сіз одан үзбейсіз. Сіз үйге шығарып жүріп қуып тұрса да, сіз үйіңізге баруыңыз керек оның үйіне. Қал жағдайын сұрауыңыз керек. Өйткені Алланың алдында біз ертең сол туысқандарымыз жайында сұраламыз. Туысқандық байланыс жайында. Және де Алла Тағаланың парыздарын өтеуге оларды қызықтырып, қорқытып, ескерту керек дейді, оларға айту керек деп жатыр. Көрдіңіз бе? Қызықтырып, тек қана қызықтырып жеткізесіз. Арасында қорқыту. Өзі иман деген солай ғой. Иман деген бәйнәл хофи ва ража дейді. Иман бәйнәл хофи ва ража. Яғни иман деген ол қорқыныш пен үміттің арасында болу керек. Тек қана жәннаттен сүйшілей берсең, ол да болмайды да. Ол да болмайды. Тек қана тозақпен қорқыта берсең де болмайды. Екеуінің арасында болу керек иман. Екеуі айтылған кезде ғана адам иманы толық кәміл болады. Сонымен қатар оған қатысты пайғамбарымыздың хадисі бар.
Алла Субхана тағаланың аяты бар. Ваъмур ахлака бис-салати вастабир алейха дейді. Көрдіңіз бе? Үй іш бала шағаңды дейді де, намазға шақыр дейді, бұйыр деп жатыр. Көрдіңіз бе? Вастабир алейха, және соған сабыр ет дейді. Сабырды ізде деп жатыр және. Сабыр ет, сабырды сұра. Вастабир деген, испир деп тұрған жоқ. Вастабир деген ол истифаль бабымен келіп тұр да, жалпы грамматика, морфология бойынша. Истифаль бабы ол бір нәрсені сұрау, бір нәрсені іздену деген. Сіз демек сабырды ізденуіңіз керек бұл жерде. Тек қана жай сабыр ете салуды сұрап тұрған жоқ. Бәлки ол бірнеше мәрте сабыр етуге тура келетін нәрсе да. Сондықтан да мысалы намазға шақырасыз еш бала шағаңызды. Мысалы сіз бүгін ғана жақында ғана намазға келіп жатқан болсаңыз, әлі түсінбейді әке-шешеңіз мысалы намаздан да, жақындарыңыз түсінбеуі мүмкін. Мен көркем түрде насихат айта білу керек. Көркем түрде насихат айтып, намазға шақырып, және де сабыр ет деп жатыр да Құранда Аллах тағала. Олар түсінбейді, олар ақымақ, олар білмеймін деп. Ол айтпау керек та ше. Кезінде Омар радиаллаху анхуға қатысты айтты ғой. Енді Омар радиаллаху анху соншалықты қатыгез болған ғой, оның ислам қабылдауына адамдар сенбеген да сол кезде. Енді білмеймін деген ғой. Омар ислам қабылдаса білмеймін енді. Тіпті Омардың есегі ислам қабылдап кетсе де, бірақ Омар қабылдамайды деп айтқан ғой. Сондай айтқан сөздер бар да. Бірақ Омар радиаллаху анху ал пайғамбарымыз сол дұғасымен исламды қабылдады. Бір андай бар, айта салайын. Сонымен аяқталады иншалла. Ал-интисару лахум ин кану аля хақ дейді. Егер де олар ақиқатта болған болса, ағайындарыңыз, оларға жәрдемдесу, бір мәселе проблемаға түсіп қалған болса, егер ақиқатта болған болса, вал-ғирати алейхим, және де оларға көмектесу, оларға болысу, вал-мухафазати аля суматихим, және де олардың әңгімелерін, арадағы сөздерін сақтай білу. Мысалы, сондықтан егер де әрине жаңылысқан болса, қателескен болса, қателік сол тараптан болған болса, онда андай фанатизмге бермеу керек. Тек қана бол, қалай болса да біздікі дұрыс деген сияқты нәрсеге әділдікті ұстану керек ол кезде. Әділдікті. Өзінің, пайғамбарымыз айтты ғой. Тіпті деді, менің қызым Фатима ұрлық жасаған болса, оның қолын кесер едім деген да, міндетті түрде. Ойлаңызшы. Кезінде сол сахабалардың заманында бір беделді рудың әйелі ұрлық жасайды. Сол кезде пайғамбарымыз жаңағындай қолын кесуге бұйырады да. Енді шариғат ортақ қой бәріне. Сонда анау енді беделді кісілер ғой, ортақ адамдар салады да жаңағындай. Енді бірдеңе қылдырып, былай штраф төлеп жүрсек қалай болады, басқаша вариант жоқ па деген сияқты. Сонда пайғамбарымыз бәріне бірдей деген. Бану Исраил қауымы содан құрып кетті деген да. Беделділер бір қылмыс жасайтын болса, кешіріп жібере салады өтірік. Жылы жауа салады да, ал бір кедейлер, жәрдемі жоқ, қарапайым адамдар қылмыс жасайтын болса, жазалайтын болған. Міне сол ісі үшін Алла Субхана тағала оларды не істеп жүреді дейді, адастырып жүреді, қарғысқа ұшыратып жүреді дейді да. Әділдік болмаған себеп. Ал сондықтан да пайғамбарымыз бізде ондай нәрсе жоқ, бәріне бірдей ортақ боламыз деген. Сондықтан да туған-туысқаннан қарым-қатынасса да қателескен болса, оған әділ амал жасау керек. Енді Анас радиаллаху анхуға қатысты айтайық. Пайғамбарымыз айтады, «Унсур ахока залиман» дейді. Залым бауырыңа жәрдемдес, және де мазлум бауырыңа да жәрдемдес дейді. Екеуіне жәрдемдес деп жатыр да. Сонда бір кісі айтады ғой, Аллахтың елшісі, егер де ол мазлум, яғни зұлымдық көрген адам болса, оған жәрдемдесу түсінікті дейді. Ал бірақ енді егер де ол залым болған болса, оған біз қалай жәрдем береміз дейді ғой. Сонда пайғамбарымыз не деген? Тахджизуху дейді. Ау тамнауху миназ-зулми ин кана ин залика насруху дейді. Инна залика насруху. Сен оны сол зұлымдықтан қайтар дейді да оны. Зұлымдықтан қайтар, сол нәрсе сол залым бауырыңа жәрдемдескенің дейді. Сондықтан да сол нәрсе жәрдем болып есептеледі деп жатыр. Бұхари риуаятында келеді. Осымен біздің сауабымыз аяқталды. Ва ахиру дауана анил хамдулиллахи раббил алемин. Аллах тағала осы тыңдаған, айтылған